Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Бүгін бастауыш сыныпта қазақ тілі пәні бойынша жасанды интеллект құралдарын сабаққа қалай кіріктіру керектігі жайында түсіндіретін боламын. Қазақ тілі пәні үлгілік оқу бағдарламасынан 2 сынып 1-90. Сабақтың тақырыбы ю әрпінің жазылуы. Оқу бағдарламасына сәйкес оқыту мақсаты 2-2-4-1. Мұғалімнің көмегімен мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойды анықтау. 2-3-6-1. Бас әріп пен кіші әріптің биіктігі мен мөлшерін сақтап, оларды байланыстырып, көлбеу және таза жазу. Оқу мақсаты ю әрпі бар сөздерді сауатты жазуға үйренеді. Тапсырма. Оқушылар 3 топқа бөлінеді. Әр топқа ю әрпі бар сурет беріледі. Әр топ өздері білетін ережені құрастырады. Мысалы, сөзде и, у дыбыстары естілгенімен, олардың орнына ю әрпі жазылады. Ең бірінші Gemini желісіне кіреміз. Бізде дайын промпт берілген. Осы промптты көшіріп, Gemini желісіне енгіземіз. Мінекей, бізге сурет дайындап берді. Осы суретті компьютерімізге сақтаймыз. Енді Grok сайтын ашамыз. Мына жерде Grok сайты берілген. Келесі кезең, 2 кезеңде. Кез келген браузерден Grok сайтын ашамыз. Осы жерге біз сақтап алған суретті орналастырамыз. Және бұл суретте құрастырған ережені осында көшіріп алып келдік. Қазір біздің суретіміз дайын болады. Оқушылар өздері құрастырған ереже бойынша аюымыз сөйлейтін болады.